Қазір математика сабағы. Математика пәнінің ортақ тақырыбы сәулет, ал бөлімшесі тонна, грамм. Сабақтың мақсаты тонна, грамм өлшем бірліктерін олардың ара қатынасына сүйеніп түрлендіруді үйренесіңдер. Балалар, математика пәнінен бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін сендердің назарларыңа видеоресурсты ұсынамын. Берілген видеоресурспен мұқият танысып ала қойыңдар. Үлкен заттың масса өлшем бірліктерін өлшейтін тонна. 1 тоннада 1 миллион грамм бар. Тонна ауырлаған сайын нөлдері азая береді. 1 тоннада 1000 килограмм. 1 тоннада 10 центнер. Нәтижесінде үлкен өлшем бірліктерін кіші өлшем бірліктеріне түрлендіргенде нөлдер көбейеді. Кіші өлшем бірліктерін үлкен өлшем бірліктеріне түрлендіргенде керісінше нөлдер азаяды. Балалар, қызықты мәліметке назар аударыңдар. Кило сөзі 1000, тонна сөзі бөшке, центнер сөзі жүзді өлшеуші деген мағына береді екен. Алғашқы 1 килограмм гіртасы Францияда жасалған. Ол дәл салмақты береді. Шаңның өзі оған салмақ қоспау үшін үсті әйнек қақпақпен жабылған. Балалар, видеоресурспен танысып болсаңдар, дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күн атауын, оқу тапсырмалары және көркем жазу сәтіне 4 санының барлық элементтерін сақтай отыра жаза қойыңдар. Балалар, бірінші оқу тапсырмасы оқулықтарыңның 52-ші бетіндегі номер 2-ші тапсырманың асы мен әсі. Балалар, номер 2-ші тапсырманың асында сендерге өлшемдер берілген. Осы өлшемдерді өсу ретімен орналастыруларың керек. Ал әсінде көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектеу керексіңдер. Балалар, бұл тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асады. Бірінші, өсу ретімен жазады. Екінші, өлшем бірліктерді өрнектейді. Үшінші, көркем жазады. Екінші оқу тапсырмасы оқулықтарыңның 53-ші бетіндегі номер 3-ші тапсырма. Бұл тапсырмада балалар сендерге бос орындарды толтыру керек. Бұл тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асады. Бірінші, белгісіз өлшемдерді анықтайды. Екінші, көркем жазады. Үшінші оқу тапсырмасы оқулықтарыңның 53-ші бетіндегі номер 4-ші тапсырма. Балалар, бұл тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асады. Бірінші, өлшем бірліктерді өрнектейді және мәнін есептейді. Екінші, көркем жазады. Оқушылар, тапсырмаларды орындап болғаннан кейін әдеттегідей маған кері байланыс бересіңдер. 3 леп белгісі, маған бәрі түсінікті болды. Леп белгісі және сұрақ белгісі, әлде де сұрақтарым бар. Сұрақ белгісі, әлде де көмекті қажет етемін. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды.